Аса қамқор, ерекше мейірімді, рахымды Алланың атымен бастаймын. Өмір болған соң адам баласы әзілдеседі. Кісілердің бір-бірімен әзілдесіп отырулары жарасымды нәрсе. Шариғатымыз әзілдесуге, күлісуге тыйым салмайды. Орнын тауып әзілдессе, бұл сүннет амалы. Тек кісіге қатты тимейтіндей шындық араласқан әзіл болуы керек. Біреуді кемсітіп, мұқатып, өтірік қосып, болмаса кісінің бойындағы кемшіліктерді қозғап, оған қатты тиетіндей әзілдер айтпау керек. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам әзілдеп болса да өтірік айтпаңдар деген. Тирмизи риуаят еткен бір хадисте сахабалар: «Уа Алланың елшісі, сіз де әзіл айтасыз ба?» деп сұрағанында: «Иә, мен әзіл айтамын, бірақ арасына өтірік араластырмаймын» деп жауап берген. Біздің қазақта әзілдеймін деп жеңгесін боқтайды, досын боқтайды, жездесін шағып сөйлеп, нағашылы жиен, бажалар ретсіз сөздерге кетіп жатады. Достар арасында бойдағы кем-кетіктерін әзілге қосып, қалжыңдасқан болады. Шариғатта бұлай әзілдесуге мүлдем болмайды. Әзілдің де өз орны бар. Дана қазақ мұндайды: әзілдің алысқа бармағаны жақсы. Досыңнан айырылғың келмесе, доғал әзіліңді доғар деп мақалдайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үлкенмен де, кішімен де, балалармен де әзілдескен. Бірақ өз орнымен әдемі әзілдесіп, шындық сөз айтқан. Мәселен, сахаба Анас, Алла оған разы болсын, өзін Алла елшісінің екі құлақтың иесі деп әзілдейтінін айтқан. Тирмизи риуаят еткен хадис бар. Бұл жерде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Анастың тез қабылдайтын, өте аңғарымпаз тапқырлығына байланысты айтқан әзілі. Сондай-ақ Анастың кіші інісін сұрағанда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: «О Абу Умайра, торғайдың балапанының жағдайы қалай?» деп сұрайтын болған. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үлкен кісілермен де әзілдесіп сөйлескен. Бір жолы қарт ананың: «Мен де жәннаттықтардың қатарынан болғым келеді. О Алланың елшісі, дұға етіңізші» дегенінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам «Жаннатта қарт кісілер болмайды» деп әзілдейді. Кейін мұның мәнісін түсіндіреді. Жалпы біздің қоғамда әзілкеш дегендерің әзілдеріне құдайды қосып, әзілдеп, өлгендерді әзіліне араластырып, жұртты күлдіруді мақсатқа айналдырды. Ақиқатында Алла тағала мұндайды әзілдеп емес, шындық есебінде жазады, яғни күнәға жазады. Сонан соң адамдар 1 сәуір алдау күні деп әзілдескен болып, қаншама адамды алдап жатыр. Сол сияқты әзілдесудің түрі қорқыту, яғни түнде келе жатқанда қараңғыда аяқ астынан әдейі сопаң етіп шыға келу, болмаса арт жағынан шап беріп жабысып әзілдеу деген сияқты нәрсе. Міне, мұның бәрі кереғар әрекеттер. Бұл әзіл емес, қорқыту болып табылады. Мұндайда тіпті кейбір әлсіз адамдар ойыннан от шығады демекші, аяқ астынан қорқып талыпта қалуы ғажап емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Кім мұсылманның үрейін ұшырса, қияметте Алла оның үрейін ұшырады. Мұсылманның мұсылманды қорқытуына тыйым салынған» деген риуаят еткен Әбу Дауд. Құрметті тыңдарман қауым, атам қазақ әзіл айтсаң да әділ айт дейді.
Сондай-ақ біз де айтар әзілімізді аңдап айтайық. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан әзіліндей, біз де әзілімізде тек қана шындықты ғана айтайық.